Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осылай болып шығатын өте дәмді әрі жұп-жұмсақ қоюлатылған сүт қосылған булочканың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен 1 стакан жылы сүт және жылы су қосамыз. Осының үстіне 1 ас қасық қант салып және де 1 ас қасық ашытқы салып, ашытқы ерігенше араластырамыз. Қант ерігеннен кейін келесі кезекте сұйық май қосамыз. 1 шай қасық тұз қосып, тұз ерігенше жақсылап массамызды араластырамыз. Алдын ала елеуіштен өткен ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнды бірден салмай шетінен аз-аздан саламыз. Достар, менің каналымда көптеген бірден шығатын әртүрлі пирогтардың, салаттардың түрлі рецептері бар. Алдағы уақытта шығатын көптеген рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Менде қамыры өте көп болғандықтан осылай етіп үлкенді ыдысқа айырбастап алдым. Бетін жауып көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Менде дәл осындай Любавинка фирмасының қоюлатылған сүті. 40 минуттан кейін қамыр көтерілгеннен кейін осылай етіп ұсақтап бөліп, дөңгелектеп бірнеше булочканың формасына келтіріп аламыз. Беті кеуіп кетпес үшін бетіне осылай етіп пакетпен орап қойдым. Қамырларды бір келкілеп, дөңгелектеп жайып, осылай етіп арнайы кескіштің көмегімен кесеміз. Егерде үйіңізде дәл осындай кескіш болмаса, пышақтың немесе кез келген ас үй жабдығының көмегімен кесіп алуға болады. Мен осылай етіп бір данасын арнайы пышақпен кесіп алдым. Ішіне қоюлатылған сүтімізді қосып, осылай етіп дөңгелектеп орап, булочканың формасына келтіреміз. Дайын жасап болған булочкаларды осылай етіп көтерілуге бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Булочкалар әбден көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт қосып, жағып аламыз. Көтеріліп, әбден дайын болған булочкаларды пешке, алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен булочкамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жұп-жұмсақ өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген бір жасалатын көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын көптеген рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.